30 күн оразадан кейін келетін ұлық ораза айт мейрамы да келді. Айт мейрамы Алланың ақ үйлерінде оқылатын айт намазынан басталады. Теміртаудағы екі мұсылмандар мешітінде де айт намаз оқылды. Таңертеңнен бастап имандылық үйіне теміртаулық жамағат көп жиналды. Мешіт имамдары жиналғандарға уағыз оқыды. Қасиетті Рамазан айының қадір қасиеті, айт мейрамы жайлы уағыздарын айтқаннан кейін айт намаз оқылды. Айт намазына теміртаулық жамағаттармен бірге қала әкімінің орынбасары да келіп, барша мұсылмандарды ұлық мереке ораза айтымен құттықтады. Қайырлы таң, құрметті қаламыздың мұсылман қауымы. Бүгін сіздерді Теміртау қаласы әкімшілігі атынан үлкен мерекеміз ораза айт мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Сіздердің отбасыларыңызға амандық, бақ-береке тілеймін. Осынау сұрағын 30 күн оразаларыңыз Алла тағала қабыл етіп, оқыған намаздарыңызды, жасаған амалдарыңызды қабыл ете көрсін. Халқымыз аман, еліміз тыныш болып, Қазақстанымыз өркендеп өсе берсін. Алла тағала осынау отырған барша қауымға келесі ораза айтты нәсіп етсін. Айт болсын. Осыдан кейін айт намаз оқылды. Орталық мешіт ішіне сыймаған жамағат мешіт алдында отырып айт намазын оқыды. Бір қуанарлығы, қаламызда жылдан жылға айт намазына келушілердің саны артып келеді. Имандылыққа бет бұрған жастар жағы да көбейген. Ал айттың мән мағынасына келер болсақ, ол қуаныш пен шаттыққа толы күн деген мағынаны, немесе мейрам деген ұғымды білдіреді. Аллах тағала айт сайын адам баласына әртүрлі жақсылықтар береді. Айтта мұсылмандардың бір-бірімен татулықтардың артуы мерекенің негізгі сәні. Себебі бұл қасиетті жұма сияқты көпшілікпен ашық жарқын араласатын күн. Жұма күні қандай амалдар сүннет болса, айт күні де солай. Ал бүгін ораза айтының алғашқы күні қасиетті жұма күнге сәйкес келіп отыр. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Емірші Аллах Субхану ва Таала осы қасиетті айтты. Алла баршамызға Алла мұбарак етсін. Баршамыздың осы қасиетті сауым мол Құран түскен айды жасаған баршамыздың құлшылық ғибадаттарымыздың ұсталған Рамазан оразамыздың берген бітір садақаларымызды Алла Таала қабыл етсін. Айт намазынан кейін орталық мешіттің қызметкерлері жиналған мұсылман қауымына айттық берді. Арнайы бауырсақ пісіріп көже таратты. Айт намазына шыққандар осы дәмнен ауыз тиді. Бір-бірін айт мерекелермен құттықтап, игі тілектерін жеткізді. Ораза айт күндері әрбір мұсылманның шаңырағында шелпек бауырсақ пісіріліп, әр үйде әдеттегіден сәнді салтанатты ерекше мерекелік дастархан жайылады. Сонымен қатар жағдайы төмен адамдарға жәрдем көрсетіліп, олар да мейрамнан тыс қалдырылмайды. Бұл күндері туған туыстар бір жерге жиналып, зират басына барып, өмірден озған жақындарының аруағына бағыштап Құран оқиды. Рамазан береке мен бірліктің, бейбітшілік пен игіліктің, кешірім мен мейірімнің, қайырымдылықтың айы болса, 3 күн бойы аталып өтілетін ораза айт адамдардың жан дүниесін, сана сезімін, көңілін қуанышқа бөлейтін, кірбіңнен тазалайтын ұлық мереке болып саналады. Бисмиллахиррахманиррахим. Раббым Алла, бүгінгі мінекей бүкіл мұсылман халқына айт намазымыз құтты болсын деймін. Ел іргесі аман болсын, отанға тыныштық болсын. Елімізді ішкі даудан, сыртқы жаудан, табиғат апаттарынан сақтасын деймін. Осы Қазақстанымыз мәңгілік ел болып, көк туымыз аспанда мәңгілік желбірей берсін деймін. Бүкіл мұсылман халқын осы айт мерекесімен құттықтаймын. Құтты болсын қарақтарым. Құрметті ел халқым, аспанымыз ашық болсын, еліміз тыныш болсын, мына айт мерекеміз құтты болсын, барлықтарыңызға шын жүректен құтты болсын айтам. Мерекелеріңіз құтты болсын, жүздеріңіз жарқын болсын. Аспанымыз ашық болсын, еліміз аман болсын, отанымызға тыныштық болсын. Келесі келіп жатқан оразаға дейін аман есен жетіп, соңға дейін аман есен болайық. Осы қасиетті Рамазан айында бейбітшілік заман, жанұяларымыз аман болсын. Жастарымыздың бетін бұрып келеді имандылыққа. Жастарымыз иманды болсын, білімді болсын, мәдениеттік, кішіпейілдік болсын. Елбасымыз аман болсын. Қазақстанымыз мәңгілік бейбітшілік орнап, халқымызға тыныштық беріп келесі оразаға аман есен жетейік.
Міне 2 жылдан бері қаламызда айт мейрамында ұлттық спорт түрлерінен жарыстарда ұйымдастырылып келеді. Бүгінде орталық мешіт алдында арқан тарту, қол күшін сынау, қазақша күрес, спорт түрлері бойынша сайыстар өткізілді. Жалпы бүгін айт намазда иншалла жылдан жыл осы жамағаттың саны көбею үстінде белі мынау 2 жыл болады спорттық ұйымдастырып жатқанымыз. Себебі бұл пайғамбарымыздың хадисіне сәйкес шариғатқа пайдасы бар, спорттық бұл исламда сүннет амал деп жатқызған екен пайғамбарымыз хадисінде. Бүгін сол пайғамбарымыздың еж болмаса бір сүннет тірілсе деген ниетменен бүгін осы шараларын өткізіп жатырмыз. Сайыстарға қатысуға ниет еткендер де көп болды. Алдымен жігіттер арқан тартып күш сынағын өткізді. Осыдан кейін білек күштерін сынады. Және жігіттер қазақша күреспен белдесіп, күштілерін анықтады. Айта кету қажет, қаланың спорт бөлімінің басшылары да қатысып, сайысты өткізуге атсалысты. Ал соңынан жарыс жеңімпаздары марапатталды. Орталық мешіттің басшылары 1-ші, 2-ші, 3-ші орын жеңімпаздарына медальдар мен мақтау қағаздарын, кубок пен діни кітаптар, дискілер сыйлады. Осындай ұлық мейрам күні спорттық жарыстарды өткізуінде тағылымдық тәрбиелік мәні бар. Ораза айт мейрамының ерекшелігі адамдарды бауырмалдыққа, кішіпейілдікке, кешірімділікке, сүйіспеншілікке шақырады.